Сәлем достар, біз сіздерге қазір үкәм деген ерекше тамақтың жасалу жолдарын көрсететін боламыз. Оған керекті заттар: сәбіз, картоп, қызыл бұрыш, қара бұрыш, өзінің приправасы, тауық аяқтары, майонез, пияз, чеснок және де светофор. Ең бірінші картопты өлтіріп турап аламыз. Оның бетіне сәбізді турап салып жібереміз. Одан кейін бар светофорды саламыз. Оны турап саласыздар, былай ұрмайсыздар. Оның бетіне пияз саламыз. Пияздан кейін бетіне майды құйып жібереміз да, оның бетіне қызыл бұрыш себеміз. Қызыл бұрыштан кейін қара бұрыш себеміз. Қара бұрыштан кейін приправаны себеміз. Сосын оған бір қарап аламыз да теріске араластырамыз. Әдемілеп араластырып болғаннан кейін приправамен бірге комплекті келген мешок деймек, пакетик деймек, пленка деймек, затты осы заттың ішіне кіргізіп, барлығын шашпай төкпей әдемілеп салып аламыз. Примерно осылай. Одан кейін тауық етінің үстіне сұйық құйып, чесногымызды барынша майдалап тураймыз. Сөйтіп бетіне салып жібереміз. Оның үстіне қызыл бұрышымызды себеміз, қара бұрышымызды себеміз, приправамызды себеміз. Сосын оны әдемілеп теріске қылып араластырып жібересіздер. Одан кейін оның үстіне майонезімізді құямыз. Барынша көбірек болған жақсы, сол кезде дәмді болады. Сосын оны араластырғанда да барынша мощный, сочный болғанға дейін. Сосын оның бетін жауып 10 минутқа дейін қойамыз. Тура 10 минут өткеннен кейін оны ашамыз да жаңағы салынғандардың ішіне қосып салып араластырып жібереміз. Ал енді мынандай нәрселер соңында қалып кеткен болса, оны да қырып салып жіберіңіздер, атосырап болады. Ең соңында пакетиктің өзімен бірге келген бір ауыз жапқыш бір нәрсе бар. Сонымен бірге аузын буастырып, примерно ұстап көресіз. Все нормально, бәрі істе духовкаға тығасыз. Духовкаға салған кезде асты-үсті қыздыратын және де 200 градусқа қоясыздар. Все, сонымен 1 сағатқа дейін қойып қоясыздар. Ең соңында 1 сағаттан кейін нәтиже мынандай. I was with you. You spent the weekend getting even.